банк картаңыздан үнемі себепсіз бірнеше тиын комиссия алынатынын байқайсыз ба? Көпшілікке бәрібір, бірақ ондаған тіпті жүздеген миллион клиенті бар банк мұндай комиссияны ай сайын ұстайды. Бір ойласаң бұл сан өте қорқынышты, бірақ ешкім менсінбейтін осы тиынды бір банк қызметкері пайдаланып, ол арқылы ондаған миллион пайда тапқан. Бұл шынайы оқиға, оның есімі Көккөз, қарапайым банк қызметкері. Бұл күні ол банктың әр түрлі қызмет ақысы деп клиенттің балансынан бірнеше тиын ұстайтынын байқаған. Жалпы 10 миллионға жуық тұтынушы аз сома емес. Сөйтіп оның ойына бір жоспар келді. Тиынның кеткенін клиент бәрібір білмейді. Егер артық бір тиын жинаса, күніне миллионға жуық табыс. Осыны ойлаған Көккөз ақша табу жолын бастады. Алдымен бір вирус жазып, оны жұмыс ақпаратына жасырып, бастығына имейл арқылы жібереді. Ойлағандай, бастық оған мән бермей ғана имейлді ашты. Осылайша Көккөз компьютерді меңгеріп, тіпті әрбір қимылын бақылай алатын болды. Көккөз директордың компьютері арқылы банктегі әрбір компьютерге вирус таратты. Желілік орталықтағы құрылғыда көк экран қатесі пайда болғаннан кейін қайта іске қосылуға тырысады. Осы кезде ол парольді енгізуі керек. Көккөз құпия сөзді алғаннан кейін банк серверіне кіріп, клиент туралы барлық ақпаратты басқара алады. Содан кейін ол 9,5 миллион клиенттің шотынан бір тиын шегеріп, барлығын қызмет ақысы ретінде белгілейді. Жалпы сомасы 95 мың болады. Бірақ ақшаны аударып алу керек. Оған өз шотын пайдалана алмайды, күдік тудыртады. Осы оймен ол банктен 10 жыл бойы жұмыс істемей тұрған есеп шотты тауып, ақшаны сол жерге сәтті аударды. Алайда келесі секундта есік қағылады. Осыдан 2 күн бұрын Көккөз еңбекқор қызметкер еді. Компьютерді жақсы меңгергенімен білімі жоғары емес, сондықтан ол тек жалақысы төмен кассир болып жұмыс істей алатын. Ал оның банктегі бала күнгі досы әлдеқашан желілік қауіпсіздік бақылаушысы болып үлгерген. Бірақ қиын мәселелер кездескен сайын Көккөз арқылы шешетін. Ол мұндай өмірден шаршағанымен, тағдыр оған тыныс алуға мүмкіндік бермеді. Бұл күні әкесі кенет ауырып, ота жасау үшін қомақты қаржы керек болады. Осы кезде оны жергілікті топ кенеттен ұстап кетеді. Әкесі бұдан бұрын жоғары өсімді несие алған екен. Көккөзге 2-ақ күн уақыт береді. Осындай қысымда ол асыққанынан бір тиындық идеяны ойлап тапты. Енді ол сәтті болды, бірақ оларда іздеп келген. Қазір ақшасы болса да қолына тимей тұрып, бұрылып ғимараттан секіруден басқа амалы қалмады. Таксиге отыра салысымен екі жақ жарыса бастады. Осындай төтенше жағдайда ол ақшаны қалай қауіпсіз жолмен алу керектігі туралы ойлануы керек. Біріншіден, онлайн ақша аудару мүмкін емес, себебі ол жазылады. Тым қауіпті, ал енді банкоматтардың алу лимиті бар. Сондықтан тек кассадан ақшаны ала алады. Ол жалған компания атынан имейл жіберіп, банкке біреудің ақша алуға баратынын алдын ала айтты. Осы кезде арттағылар оларды қуып үлгерген. Бірақ жүргізуші сарбастың духы вагон екен. Тосқауылды көрген ол жылдамдықпен соғып өтіп, ақыры банктың есігіне бірінші жетті. Көккөз тез арада жалған құжаттарын көрсетіп, ақшаны сәтті шешіп алады. Қарызды төлеп қана қоймай, қалған ақшасы әкесіне ота жасатуға да жеткілікті болды. Осылай іс бітті деп ойлады. Бірақ келесі күні оның бастығының кеше түнде оққа ұшқаны туралы хабарды көреді. Қауіпсіздік қызметкерлері дереу банкты жауып, полицияның келуін күтті. Бастықтың компьютерінде оның кеше жіберген хаты әлі бар. Ол табылса, вирустың сыры толығымен ашылады. Сондықтан ол полициядан бұрын вирусты серверден жою керек. Бірақ мәселе, оның сервер бөлмесіне кіруге рұқсаты жоқ. Осыны ойлап оның қобалжығаны сонша, әжетханада құсып жібереді. Осы кезде желілік бөлімше қызметкерінің іші өтіп, асығыс телефонын сыртқа қалдырады. Әп-сәтте Көккөздің басына бір ой келді де, ана іші өткен байқұстың сумкасынан сотканы алып пленкасын жұлып алады. Саусақ ізі анық көрініп тұр. Ал бөлмеге кірудің кілті осы. Ол тазалықшының киімін киіп, алдымен желілік орталыққа барды. Көккөз жүйенің системасын жаңартып, банктың барлық камерасын уақытша өшіріп, өзіне 15 минут уақыт созды. Іздеуден кейін ол сервер бөлмесіне кіре алатын бір байқұс қызметкерді таңдап алып, оның бейджигін көшіріп алады. Осылай бөлмеге сәтті жетіп, серверде жұмыс істей бастады. Осы кезде қауіпсіздік қызметкерлері де қауіпсіздікті байқап, оқиға орнына асыға жөнелді. Олардан тығылып жүріп Көккөз өзіне біраз уақыт ұтып алып, вирусты сәтті жойып, соңғы сәтте өз орнына оралды. Бүгінгі бұл мәселе әйтеуір осылай шешілді. Бірақ кешке Көккөз әкесіне барғанда, ол медбикеден ауруханаға жатқызудың кейінгі шығындары үлкен сумма болатынын біледі. Бірақ оның бұл жолы ұрлаған ақшасының түбі көрінген. Егер ол мұны білсе, одан да көп ұрлар еді. Енді банктегілердің барлығы сергек болғандықтан, оның қайтадан әрекет ету мүмкіндігі жоқтың қасы. Бұл оны қайтадан тығырыққа тіреді. Бірақ Көккөз басын көтеріп, түрлі банктердің логотиптеріне қарағанда кенет басына тіпті де бір батыл ой келеді. Осылайша ол өзінің ескі айласын қайталап, вирусты елдегі 8 ірі банкке енгізді. Әрқайсысы бір тиын төлейтін 80 миллион клиент оған бір уақытта 800 мың әкеледі. Бұл ақшаға ол әкесін емдеп қана қоймай, екеуі де жалдамалы үйден шығып, дәулетті өмір сүрді.
Бірақ олар кешкі ас ішіп отырғанда есік қоңырауы соғылды. Кенеттен байыған Көккөз несие берушілердің назарын аударып, ақша табудың сырын білу үшін үйге мылтықпен басып кіріп, әкесінің өмірімен қорқытады. Әкесінің жүрек талмасына шыдамай сол жерде құлап қалғанын көрген ол амалы қалмай ноутбукты алып, несие акуласынан кез келген банктың атын айт деді. Содан кейін тез арада банк серверін бұзды. Бұл банктың 7 миллион клиенті бар. Ол шеберлігін пайдалана отырып, әр шоттан бір тиын жинап, бір әрекетсіз шотқа салған. Несие акуласы бұған алғашында сенбеді. Бірақ ол өзінің картасының нөмірін айтқан бойда бірден ақша түсу туралы SMS алды. Сонда ғана Көккөздің айтқанына сеніп, оның барлық құндылығын сығып алуды шешті. Бірақ Көккөз мойымай, олардың қырағылығы босаңсыған кезде тапаншаны ұрлап алады. Алайда қауіпсіздік ілмегін аша алмағандықтан, олардан от души бір таяқ жейді. Қайта әкесі құтқарып қалады. Ол Көккөзді ертіп тұраққа қашып келді. Барлық оқтарды атқаннан кейін олар жаңадан сатып алған спорт машинасын айдап қаша бастады. Осылай қашып кетеміз деп ойлап келе жатқанда көліктің жанармайы жарты жолда таусылады. Амалсыз көлікті тастап қашады. Өкінішке орай әкесінің жүрек ауруы ұстап, бірнеше қадамнан кейін ұсталып, амалсыз өзі қашып кетеді. Үйсіз ол Жүнсарының оны біраз уақытқа қабылдауын өтінді, бірақ не болғаны туралы тіс жармады. Білмегені, Жүнсары банкте болған жағдай Көккөзбен байланысты болуы мүмкін деп күдіктенген еді. Несие акуласы бопсалау видеосын жіберген соң Көккөз көмекші табу керектігін білді. Бірінші ойына келген ол жүргізуші Сарыбас болды. Ол Көккөздің ақшасын алғаннан кейін оны өзімен бірге жергілікті бандит әйелге алып келді. Ал әйелдің билігі тек көшеде ғана емес, төңіректегілер оны мама деп құрметпен атайды. Ал несие акулаларының бірлестігі онымен жақында кикілжің болып қалған. Көккөз бірден әкесін құтқара алатын болса, қанша болса да төлеуге дайын екенін айтты. Ол мама көмектесер деп ойлаған, бірақ та ол бас тартты. Басқа амалы болмағандықтан, Сарыбас көше байланыстарына сүйеніп Көккөздің әкесі қамалған ғимаратты тез тапты. Тәлейіне орай, бұл жерде аралас-құралас болып, әкесін тез құтқарып алады. Алайда ол 2 қадам жүрмей жатып алдынан акуланың адамдары шыға келді. Бұның бәрі қақпан екенін сонда ғана түсінді. Акула Көккөзді қолға алмақ болған кезде, көрші бөлмеден кенет мылтық дауысы естіліп, тағы бір топ адам пайда болып, әп-сәтте атыс басталды. Көккөз қашып құтылу үшін бей-берекетсіздікті пайдаланып қалғысы келді. Бірақ ақыры бір бөлмеде акуланың өзіне ұсталып қалады. Көккөзді ұстап атып тастайын деген сәтте атқан адам сол мама деп аталатын әйел. Әкесін құтқарғаннан кейін Көккөз мамамен ынтымақтасуға дайындалды. Бірақ оны таң қалдырғаны маманың алдымен бас тартқаны, содан кейін кенет оны құтқаруға келгені. Осыған байланысты ол бір ғана сөйлем айтты. Dunia ini ada 2 benda aja. Setia, berani. Kau tak ada 2 benda ni, aku tak kenal dia. Бұл енді сынақтан өтті деген сөз бе? Мама жауап бермеді. Ол аяғын көтерген бойда кенеттен 2 полицей шыға келіп, Көккөзді алып кетті. Полиция оны кеше түнгі атыстың ұйымдастырушысын айтуға мәжбүрледі. Бірақ Көккөзге қанша айуандық пен кінәсін мойындауға мәжбүр етсе де, тіпті өліммен қорқытса да, ол ешқандай ақпаратты ашпады. Содан кейін ғана артында мама пайда болды. 2 полиция да сол маманың қол астындағылар екен. Көккөз осылай сынақтан өтіп, ресми түрде маманың қол астындағы адамы болды, бірақ келесі қадамға асықпады. Банктың тергеуі жалғасқан сайын оның күдігі күшейіп, жан тыныштығымен жұмысын жалғастыру үшін оған бір кінәсін арқалайтын адам керек екенін білді. Ақырында ол интернет бөліміндегі бір байқұсты таңдап алып, демалыста жүргенде оның компьютеріне кіріп, ішіне вирустың дәлелін қалдырып, жалған құжатты үстелінің үстіне қойды. Әрине, байқұсты күзетшілер тез алып кетті. Банк бәрі әшкере болды деп есептейді. Жүнсары да бұрын Көккөзге күмәнданғаны үшін кешірім сұрады. Барлық жауапкершілікті алып тастаған Көккөз бұл күні ресми түрде қызметінен кетіп, өзінің хакерлік жолын бастады. Ең ірі 8 банктың жалпы саны 80 миллион клиенті бар. Мұндағы әрбір шоттан күнде бір тиын шегеріледі. Бар болғаны 2 аптаның ішінде Көккөз олардан 10 миллион ұрлап кеткен. Ақшаның жартысы мамаға, жартысы өзіне кетеді. Ол ақшасын жаңадан ашылған компанияның есепшотына салған. Тіпті салық бюросы тексеруге келсе де түбіртек пен жалған есепшоттарды дайындап қойған. Күдік тудырмас үшін ол күнде ақшаның бір бөлігін ғана алып үйіне тығып қояды. Күтпегені маманың араны күннен күнге ашылып, Көккөзге бір аптаның ішінде қолма-қол 10 миллион дайындап беруді бұйырды. Қазіргі жылдамдықпен оны жинау мүмкін емес. Егер күніне бірнеше мәрте ұрласа, оның әшкереленуі сөзсіз оңай болады. Көккөз тәуекелге барып ұрланған ақшаның көлемін көбейтті. Енді қалғаны не боларын Құдай біледі. Оның санасы да ақырында өзгерді. Ол Сарыбасты көмекші етіп алды да, екеуі алтын мен арбалып күміспен қапталған өмір сүрді. Сонымен бірге, мұқият тексергеннен кейін оның бұрын жұмыс істеген банкі ақыры бір күдік байқады. Жақында кенеттен 10 жыл бойы тоқтап тұрған компания шоты жұмыс істей бастаған. Жүнсары басқармаға кіріп, тұтынушы деректерінен 2 ай бұрын бір тиынның бір уақытта шегерілгеніне таң қалды.
алды. Бұл құпияны ашқаннан кейін көп ұзамай Жүнсарының көмекшісін автотұрақта бір адам сол жерден атып өлтіріп, оның үйіндегі тергеу мәліметтерін де жойған. Кейін Жүнсары банктың техникалық бақылаушысынан Шайтанбек есімді көмекшісінің жұмысқа орналасу туралы ақпаратының бәрі жалған екенін және ұлттық дерекқорда бұл адам туралы деректер жоқ екенін білді. Сол түні Көккөзде бұл жаңалықты білген. Ол кісі өлтірушінің киімінен бұл маманың адамы екенін аңғарды. Сонда ғана ол осылай жалғаса берсе, Жүнсарының ертеме кешпей өлтірілетінін, тіпті әкесінің қауіпсіздігіне кепілдік берілмейтінін түсінді. Көккөз жұмыстан шығатынын айтты, бірақ мама оны қалай жібере қойсын. Шығу үшін алдымен маманы жою керек. Сөйтіп ол барлық ақшасын алып, бастапқы несие акулаларының қалдықтарын тапты. Жаудың жауы дос, олар да кек алудың амалын іздеп жүрген. Ақша үшін екі жақ келісімге келді. Көккөз қастандықтың амалын ойлап та үлгерді. Жалпы айтқанда, ол банктен ақша ұрлаған сайын жеке куәлікті қолдан жасап, ақшасын алу үшін тиісті банкке баратын. Бірақ бұл жолы ол вирусты өзінің жалған куәлігіне енгізіп, маманың жеке күзетшісіне жіберген. Ал ол құжатты ашқан сәтте Көккөз телефонын меңгеріп алып, маманың сапар жоспарын алды. Мұндағы сарбас қару күшін, әрекет ету орны мен уақытын реттеуге жауапты. Сол күні бірнеше адам маманы мейрамханада оның қауіпсіздігі ең осал кезде бөгеп тастады. Бірақ бір қызығы, суық жүзді мылтықтың алдында мама мүлде үрейленбеді. Көккөз ойланбастан триггерді басты. Ойламағаны тапаншада оқ жоқ. Бірнеше мылтық атылғаннан кейін оның жігіттері түгел құлады. Сарбас маманың асырап алған ұлы болып шығады. Оны Көккөздің қасына орналастырған, ақыры амалсыз ұсталады. Сондай-ақ ол жаңалықтардан оның банктен ақша ұрлаған алғашқы оқиғасы әшкере болғанын көрді. Бір сәтте ол іздеуде жүрген қылмыскерге айналды. Бұқаралық ақпарат құралдары оны бір тиын ұры деп атады. Ол тіпті банктың техникалық бас директоры мамаға жасырын түрде ақшаны заңдастыруға көмектесіп жатқанын дәл осы кезде білді. Мама біреуге компьютерді әкел деді де, Көккөзден банктен ақшаны қалай ұрлау керектігін көрсетуді бұйырды. Көккөз егер нұсқауларды орындаса, оның ешқандай пайдасыз болатынын және ертеңгі күнді көрмейтінін білді. Бірақ осы кезде сарбас тышқандар салынған қапшықпен кіріп келді де, оларды басына кигізе кетті. Азаптау кезінде Көккөздің психологиялық қорғанысы ыдырап, ақыры олардың айтқанына көнді. Осылай бүкіл ақша ұрлау процесін видеоға түсіріп алған. Барлығы аяқталғаннан кейін сарбас оны көпірдің түбіне апарып, сол жерде өлтіруге дайындалды. Өмір мен өлім алдында тұрған Көккөз кенет кірпіштің үстіне қойылған бір тиынды көрді. Бұл оған Құдайдың нұсқауы сияқты сезілді. Сарбастың назары ауған кезде ол кірпішті бетіне лақтырып жібереді. Екеуінің арасындағы қуғын кезде онсыз да бас айналып тұрған сарбасты көлік қағып өлтіріп кетеді. Сонда ғана Көккөз сәтті қашып құтылады. Бірақ ол жай ғана кетіп қалмады. Өйткені ол алдымен банктың вирусын тазартып, маманың дәл осы әдісін қолданып ақша ұрлауын тоқтатуы керек. Содан кейін полицияға беріледі. Сөйтіп Көккөз банкке мылтықпен оралып, кепілге адам алған соң ақыры компьютер бөлмесіне келеді. Осы кезде кенет Жүнсары жетіп келді. Көккөз оған қалай түсіндірсе де, оған сенгісі келмеді. Бұл кезде көп полиция қызметкерлері банк ғимаратын қоршап алған. Оны берілуге итермелеу үшін полиция әкесінен жеке сөйлесуді сұраған. Әкесі микрофон арқылы ұлының қателігінің бастапқы ниетін, тек әкесінің өмірін құтқару үшін екенін айтты. Өзгелер не десе де, ұлының қашанда жақсы адам болғанына сенеді. Мұны естіген Жүнсары ақыры мылтығын қойып, Көккөзден вирусты тез жоюды өтінді. Алайда бұл процесс уақытты алады. Ол аяқталмай жатып күзетші оны осында қуып келген. Ол да сол маманың адамы. Үшеуі аралас-құралас болып жүріп әйтеуір вирусты жойып үлгереді. Бірақ бейберекетсіздікте күзетші тапаншаны қайтарып алып, мылтықты Жүнсарыға бағыттайды. Қасқағым сәтте Көккөз алға шығып, денесімен оқты қақты. Содан кейін ғана полициялар келіп жеткен. Көккөз жедел жәрдеммен жөнелтіліп, бүкіл драма аяқталып бара жатқандай көрінді. Бірақ кенеттен бәрі өзгерді. Хабарда Көккөз мінген жедел жәрдем көлігінің кенет із-түзсіз жоғалып кеткені айтылған. Арғы жағында ол бөтен жерде төсегінен оянады. Бұнда бәрі компьютерді шебер басқарады екен. Иә, бұл бір хакерлер ұйымы, аты сандық реинкарнация. Көккөздің келуін құшақ жая қарсы алып жатқанын бәрінің көзінен байқауға болады. Бірақ бұл кезде олардың алдынан бұрын атып өлтірілген Шайтанбек шыға келді. Олардың кек алу жоспары енді ғана басталды. Hey bro, welcome to Digital Karma.